Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге ұйғыр асханасының қошан мантысын дайындайтын боламыз, яғни қуырылған манты. Соңына дейін менімен бірге болып, каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен салқын суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен бір жұмыртқамызды жарып, тағы да араластыратын боламыз. Суымыз осындай болу керек. Ал енді алдын ала електен өткізіліп тұрған ұнымызға жаңағы сұйық массамызды құйып отырып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды қатты қылып илейміз. Ең алдымен қасықтың көмегімен араластырып аламыз, одан соң қолымызбен осылай қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді 20 минутқа пакетке салып демалдырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Майдалап туралған асқабағымыздың үстіне майдалап туралған етімізді саламыз. Одан соң майдалап туралған майымызды саламыз. Менде бүйрек май. Іш май немесе құйрық май қоссаңыздар да болады. Жұқалап туралған пиязымызды саламыз үстінен. Дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамына қажетті заттың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Мінекей қамырымыз да дайын болып қалды. Жақсылап демалды. Демалған қамырымызды колбасаның формасына келтіретін боламыз. Үстінен ұнымызды сеуіп отырып, жақсылап колбасаның формасына келтіріп аламыз. Қамырымыз өте қатты болып шыққан. Ал енді бөлшектерге бөліп аламыз. Осылай пышағымыздың көмегімен. Мен көз мөлшерімен бөлдім. Ал егер грамдап бөлетін болсаңыздар, 18 грамнан алсаңыздар болады. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта. Қамырларыңыз жабысып қалмайтынына көз жеткізіп алыңыздар. Одан соң мантымызды түйеміз. Түсінікті болу үшін бірнеше рет қайталап көрсеттім. Дәл осы кезде майымызды қыздыруға қойып қоямыз. Мантыларымызды салып, қызған майымызға жақсылап қуырып аламыз қызарғанша. Екі жағын бірдей қызартып қуырып алған соң, майын сорғытып, тарелкемізге салып аламыз. Барлығын дәл осылай видеодағыдай қуырып алатын боламыз. Одан соң қуырылған мантыларымызды манты қазанға салып 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің мантымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет, тіл үйреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.